Бүгінгі айтатын әңгімеміз бел неге ауырады? Сол сұраққа жауап беріп көрейік. Біріншіден, бел адам баласы, әсіресе қазіргі заманғы адамдар бәрі бел ауруға бейім. Неге? Не себепті? Себебі біз тік жүреміз. Мысалы, жануарлар, олар омыртқалары жерге параллель және төрт аяқты. Сондықтан әрбір омыртқа өзінің участоктен ғана жауап береді. Былай тұрған омыртқасы, арқасы, соның ішінде әрбір омыртқа бар. Солар өзінің участогіне ғана жауап береді, және төрт тағанмен ол өте мықты тұрады, орнықты тұрады. Біздер жерге перпендикулярмыз, екі бағанмен, екі тіреумен, және әрбір омыртқа бірінің үстіне бір орналасқан. Сондықтан ең астындағы омыртқалармен екі тізе, екі тобық бүкіл дененің бәрін көтеріп, сол салмақты өмір бойы алып жүреді. Енді оған қоса қазіргі заманғы адамдардың қозғалмайтындығы бар. Қозғалмайды, оның есесіне тамақты көп ішеді. Бұлай негізі тәуліктегі 24 сағаттың қазіргі адамдардың енді кем дегенде жартысынан көбі 24 сағаттың бір 22 сағатын не отырады, не жатады. Содан бұлшықеттер жұмыс істемейді. Және жатқанда қалай жатады? Диванға жатады, немесе жұмсақ төсекке жатады. Бұрын деген қазақтар жерге жатқан. Міне жерге тастай, тек киіздің үстінде көрпе болды. Және қыздардың беліне қыл арқан салатын болған ғой бұрын. Шешелері. Несі сұңғақ бойлы болсын деп, арқасы жақсы болсын деп. Сондықтан біздің беліміз ауруға бейім. Және көп тамақ жеу, аз қозғалғаннан артық салмақ болады. Сонда қараңыздар, үш салмақ қосылады байғұс белге. Біріншіден өзінің салмағы, екіншіден үстіндегі дененің салмағы. Соның бәрін қосқанда бір деуге болады. Екіншісі гравитация, жердің бізді тартуы. Біз мына қазір мысалға менің отырғаным, немесе тұрғанымыз, біздің әрбір жүргеніміз жердің гравитация заңымен күресуіміз. Жердің магниті бізді тартып тұрады құлатуға. Біз соған қарсыласып жүреміз. Соның өзінде үлкен энергия жұмсалынады, соның өзіне. Көп күш жұмсалады, солда салмақ береді омыртқаларымызға. Тіземізге, омыртқамызға, белдің бұлшықеттеріне, арқаның бұлшықеттеріне бәріне салмақ береді. Және оған қоса тағы үшінші салмақ бар, салынатын қосымша. Ол артық салмақ. Көп адамдар қазір артық салмағы бар. Біріншіден опырып тамақ іше береді, не болса соны. Отырып алып, таң атқаннан кешке отырып тек тамақ ішу ғой бізде. Екіншіден, қозғалыс жоқ, ол денең бойына, тәніңе жинала береді, ішкен тамағың қорытылмай, май болып, салмақ болып, ешқандай калориялар жұмсалмайды. Қозғалыс жоқ себебі. Содан үш түрлі салмақ түседі байғұс белімізге, байғұс арқамыздың бұлшықеттеріне. Сосын тізеге, әрине, қазір екінің бірі тіземен ауырады, әсіресе әйелдер жағы көп ауырады. Олар айтады, ой, 40-тан асқасын аяқ ауырады деп еді, міне сол рас екен деп. Ол мәселе 40-тан асқандықта емес, мәселе күтпегендіктен өзіңді. Өзіңді күтпейсің, содан қозғалмайсың. Бұрын атпен жүретін қазақ. Дәретті сындыруға да атпен баратын. Енді мысалы атасы келіннің өзінше, немесе келіні атасының өзінше мысалға өн жерге барып отыра қоймайды, алысқа бару керек. Соған атқа отырады, алысқа барып, біраз жер жүріп, сол жақтан барып отырып келеді. Оның бәрі атқа мінуің бар, түсуің бар. Анда барады, атқа мінеді, мұнда барады, атқа мінеді, түсесің, мінесің. Күні бойы бір 50 рет мініп түсесің, былайша айтқанда. Әрбір атқа мініп түсудің өзі бұл бірталай күш жұмсалынады. Аяқты көтересің, сосын денеңді көтересің, оны селкілдеп отырасың.
барып түскенде тағы бір аяққа салмақ салып үзеңгіден сол екінші бака денеңді айналдырып түсіргенше соның бәрі күш. Және оған қоса шөп шабады, шөпті жинайды, ағаш жарады, тезек жинайды, тезек басады, малдың астын тазалайды, малдың артынан жүреді күні бойы. Таң атқаннан кешке дейін қозғалыста ғой, былайша айтқанда адам. А қазір ондай жоқ. Бұрын біздер даже мына телевизордың каналын бұрауға да тұратынбыз. Немесе үлкен кісілер біледі ғой, біздің қатарларымыз. Телевизор полоскілер шығып кетеді мынандай. Соны барып телевизордың маңдайынан ұрасың, сол кезде полоска кетеді, барып диванға отырасың, енді отыра бердің, қайтадан басталады полоска, қайтадан барып ұрасың, сөйтіп күні бойы телевизорға жүгірумен боласың кезек. Және бір өзі айналдырған бір-екі канал, соны айналдыру үшін де біреуі 12-ші каналда, біреуі 7-ші канал ма, сондайда нені ауыстырасың қолмен. Ол да бару керек ол үшін. Немесе қысқашпен ауыстыратын көбі, ананы сындырып тастап бұрап. Қысқашпен отырады бүйтіп, бұрап. Бәрібір қалай болғанда да бару керек, барып, бұрап, қайттан барып отыру керек. Соның өзі де жұмыс, былай қарасаң. Қазір ол да жоқ, қазір пульт аласың да болды тек. Ешқандай қозғалыс жоқ. Және бұрын жерде отырып ішетін, міне осылай жерде отырып, тамақты бүйтіп алып, мысалы, кесе беру, нан алу, ана жерден осылай отырып, жерге отырып тұрудың өзі еңбек болатын. Соның өзі мына бұлшықеттердің бәрі жұмыс істейтін, белдікі, мына бөксендікі, тізе бәрі жұмыс істейтін. Қазір биік столда отырады, жерге отыра алмай қалды қазақтар қазір. Соның бәрі белге әсер етеді. Және ішіп жатқан тамағымыз қазір натурал тамақ жоқ, табиғи тамақ. Жоқтың қасы. Тек ет қалған шығар көп болса бір. Қалған бәрі біздер дүкендегі фасовкадегі тамақ аламыз ғой қазір көбінде. Ал фасовкадегі тамақтың бәрі ол айлап жатады тамақ. Былайша айтқанда, неге ол айлап жатады? Себебі оның бәріне химикаттар салып тастаған бұзылмау үшін. Содан біздер тәніміздің бәрін химикатпен әбден толтырып жатырмыз. Европада айтады, оларда мәйіттерді 25 жыл ма сондайда бұзып отырады екен. Енді рас өтірігін білмеймін, сөйтіп айтады негізі. Бұзып басқа нелер салады, мәйіттер салады. Сол кезде мәйіттер бұзған, қазіргі кезде өліктер шыққанда не екен? Сол күйі жатады екен, мумия болып. Шірімейді. Неге десең, әбден химикатқа толып кеткен денелер шірімейді. Солай сол күйі жатады, мумия болып, сол жатады. Сондайға дейін жеткен ғой қазіргі заман. Сондықтан біздің осының бәрі қосылып келгенде белге салмақ түсіреді. Сондықтан қазіргі заманға әрбір адам бел ауруына шалдығады. Оған барлық жағдай жасалынған. Тек ауырмайтындар, спортқа жақсы қатысатындар, спортшылар. Өзін-өз күтетіндер, мысалы гимнасттар, жүзушілер, күрестегі балдар, сондай денесі икемді адамдар, олардың белі ауырмайды. Сосын өзін-өзін күтетін, йогамен айналысатын, цигунмен айналысатын адамдар, гимнастика жасайтын, күтініп, күнде енді андай спортқа бармағанмен үйде өзінің жаттығуларын жасап, созылып, денесін бұрап жүрген адамдардың ғана белі ауырмайды, қалғандардың бәрі дерлік белі ауыратын адамдар. Ерте ме кеш пе бәрі құлайды. Біреулер қазір құлап жатыр, грыжа болып, остеохондроз, протрузия. Біреулер сосын құлайды. Сосын бір кереметі, адамдар белі ауырын менсінбейді. Жүре береді, қояды деп. Басында қойып жүреді, өзі басталады, бір жерде ауыртып аласың, сосын біртіндеп қояды бір күні, сосын жақсы деп өзі қояды деп жүре береді, сөйтіп асқындыра береді. Сосын тағы бір кереметі, диклофенак бір андай ауыртпайтын уколдар салады. Ол емделін деп сосын жүре береді, рахаттанып. Ол емдемейді ештеңені. Ол тек ауруыңды басып тастайды болды. Сен ауырып жүргенің білінбейді, миға сигнал бармайды, проблема бар деген. Болды, сонымен жүре бересің, ол ары қарай асқына береді. Дәрінің күші біткеннен кейін ол одан әрімен болып шығады, ол ауруың. Адамдар оны түсінбейді, немесе түсінгісі келмейді, түсінсе де. Сонымен укол салып жатыр, жүре береді. Шешудің орнына. Ең оңай жолы сол оларға. Білмейтіндер де бар, шынымен, не істеуге болатынын білмейтіндер де бар. Біліп тұрып солай істейтіндер де бар.
Қалай болғанда да бәрі көпшілігі уколмен жүреді, әбден асқынғанша, әбден асқын бұл дым істелмейтіндей болып қалған кезде, сол кезде операция дейді, сосын сонымен операция келісіп, одан әрмен уже болды. Операциядан кейін өзі сен уже бұрынғыны қайтара алмайсың, қалай болғанда да. Сондықтан бұл өте күрделі мәселе, өте сондай қазіргі өзекті мәселе, бел ауруы, арқа ауруы. Оған андай селқостықпен қарауға болмайды негізі. Адамдар бәрі өте селқос қарайды. Ауырады, жүре береді, ауырады дейді, жүре береді. Барлық ауруға да солай негізі, әсіресе осы біздің қазақтар. Бірақ соның ішінде тағы осы мына бел ауруына келгенде жүре береді де шыдап. Содан адам әбден асқындырып, сосын барып қана тек шындап іздене бастайды. Қалай шешу жолын. Сондықтан неғұрлым сен асқындар боласың, соғұрлым қиын шешуі. Мысалға мен қазір 15 жылдан бері кәсіби осы бел ауруларымен айналысып жатырмын, буын ауруларымен. Өзім шығарған әдістерім бар, сол шығыс медицинасының негізінде, йога массажының негізінде шығарған өзім әдістерім бар. Сол әдістер арқылы созу, үзу, бұрау арқылы әрбір буындарды, әрбір бұлшықеттерді қалпына келтіріп, сіңірлерді қалпына келтіремін. Және асқынған сайын ол көп уақыт талап етеді. Әрбір бір курста 10 күн жасаймын. Сол 10 күнде де шешілмейтін кездер болады көбінде. Кейбір сондай кездерде 2 курс, 3 курс керек болатын кездер болады. Соған адамдар шыдамайды, мысалы, ой, мына шешілмей жатыр, шешілмей жатыр, сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. Оның ішінде бірақ көбінде ақшаны аяйды. Негізі басқалар білмеймін, енді біз қазақтар денсаулықтан гөрі денсаулыққа ақшаны аяйды, ойын домалақ сондайға ақшаны қашанда табады. Несие алып, қарызданса да, бірақ ақшаны табады. Ойын күлкі, домалақ, той, доман сондайға ақша қашанда табылады, денсаулыққа ақша жоқ. Қарайсың ғой, халықта ақша жоқ, халық ақша жоқ дейді, бірақ кешке мысалы кафе, ресторан шықсаң, бос орын жоқ. Не ақша ол келіп жатқан сонда? Қайдан келіп жатқан ақшаның бәрі? Бірақ денсаулық келгенде ақша жоқ дейді. Шеш мына сұрағыңды, мынау болмайды ғой десең, мысалы, ойбай, ақша жоқ. Сөйтіп жүре береді, әбден құлағанша. Құлағасын, сосын қайда барады? Врачтарға барады. Врачтар не істейді? Олар тек пышағы дайын тұрады, тек кесе салады, болды. Кескеннен кейін, уже 6 сағаттан кейін Құдайдың берген. Одан кейін ештеңе істей алмайсың. Құдайдың бергенде біз жасай алмаймыз оны, біз адам баласымыз. Сондықтан ол өте мұқият қарау керек ол сұраққа. Бел ауру деген ең маңызды мәселенің бірі, себебі мысалға машинеде рамасы бар. Егер рама кішкене қисайып кетсе, ол машина емес, қанша керем болса да. Сол сияқты мына сенің омыртқаң, жотаң қисық болса, немесе ауру болса, ол сен өзің адам болмайсың. Арқан қисайғасын, бөксеңде қисайды, бөксеңде қисайғасын, аяғыңда да салмақ өзгергесін, іш құрылысыңа да салмақ түседі. Мысалы, былай қарай қисық болса, мына жақ іш құрылысың бәрі, мына бауыр, бүйрек, мына жерде бауыр бәріне салмақ түсіп ауырады. Былай қисайсаң, немесе кішкене былай алға етіп, еңсең түсіп кетіп, бүкірей бастасаң, жүрегің қысылады. Жүрегің қысылып, дұрыс дейма, дұрыс соқпайды, әртүрлі мәселелер, проблемалар пайда болады. Сен врачқа барасың, врач қарайды, анализ жасайды, анализде бәрі жақсы. Сосын дым түсмейді, дәрілер береді, болды. Дәрі ішесің, бір жеңілдегендей болады, бірақ сол күйі жүре бересің. Ары қарай кете береді. Былай қарай қисайсаң, мына жақ бүйрек кетеді, асқазан қысылады, өкпе қысылады, дұрыс дем ала алмайсың, содан респираторлық аурулар кетеді. Соның бәрі мына белге байланысты. Белге, мына арқамызға, мына жотамызға байланысты. Соны түсінетін адам болса, әрине ол ең бірінші соны шешуге тырысар еді. Бірақ оны түсінетін адамдар кем деген көпшілігі солай жүре береді. Ештеңе етпес деген немен, желеумен жүре береді. Сондықтан тағы да айтайын, қозғалыс керек.
көп қозғалыс керек. Машинаны қою керек, азайту керек. Көбірек жаяу жүру керек. Лифтіні қолданбаған жақсы, баспалдақпен жүру керек көбірек. Көбірек созылу керек, тартылу керек, бұралу керек. Кәдімгі мектептегі программа бойынша жаттығулар жасасаң да соның өзі үлкен бір шаруа. Үлкен спортқа барып керек емес. Штангымен жұмыс істеп керек емес. Созылу керек. Созылу, бұралу, мысалға отжимание, приседанияның өзі де пресс, осы 3 жаттығу бүкіл сенің неңді денсаулыққа байланысты физикалық тұрғыда шаруаның бәрін шешіп береді. Жерден жатып отжимание жасау, отырып тұру, приседание және пресс. Оны қалай істесең де, жатып тұрсаң да, немесе бір аяғыңды іліп қойып істесең де, салбырап тұрып істесең де, жатып істесең, отырып істе, былай істе, оның әдістері көп, неше түрі. Қайсысы ұнайды, қайсысы саған ыңғайлы, соны ал да жасай бер болды. Осы 3 жаттығу жасасаң ақ, уже қарайған шаруа шешіледі. Сондықтан бәрі өзіңе байланысты. Күніне бір 15-20 минут таңертең, 15-20 минут кешке бөліп отырсаң, соның өзі саған былай жетеді. Күнделікті. Негізі мүмкіншілік қойса, қайта-қайта істей берген жақсы күнде. Бір 5-10 минуттан болса да, бірақ қайта-қайта. Әрбір бос уақытында кішкене созылып, керіліп, бұралып, отырып тұрып дегендей. Жерге көбірек отырып, тамақты жерде ішкен жақсы. Телевизор қарасаң да, мысалы, негізі телевизор қарап керек емес негізінде. Бірақ ақыр қарайсың ба? Диванда отырып қарама, жерде отырып қара. Сол жерде отырып, әртүрлі шаруаларды істей бер. Аяқты былай соз, былай соз, былай отыр, былай соз, міне былай. Осының бәрі отырып тек қарапайым ғана отырып та істей беруге болады ма? Былай отыр. Міне жанына қарай бұраймыз. Міне жандан қапталдарын созамыз, міне былай. Әртүрлі жолдармен былай да болады, былай да болады, міне. Былай да болады, былай да болады. Әртүрлі жол, міне былай, міне. Осының бәрі тек отырып, міне былай отырып, сосын былай отырып, осының өзі де қаншама еңбек, қаншама денең бәрі, буындарың қозғалады, желдерің қозғалады, тобығың бәрі, белің бәрі жұмыс істейді. Соны жерде отырып ақ істей беруге болады. Диванға арқаңды бүйтіп тақап қойып, былай арқаңды артқа беріп, сөйтіп күнделікті істей беруге болады. Әрбір бір жағдайды қолдану керек. Мысалға, офиста отырасың ба, столыңда сол отырған орындығыңның үстінде отырып ақ та сол банағылардың бәрін істей беруге болады. Шөпірсің ба, мәшинеден түсе қалды, сол банағылар тұрып істей беруге болады. Менің осы каналымда сол тұрып істейтін де, жатып істейтін де әртүрлі жаттығулар бар, белге де, тізеге де. Соларды істеп жүрсеңіздер, ешқандай дәрігердің де ешқандай дәрі-дәрмектің керегі жоқ, өздерің ақ сол өз денсаулықтарыңды ұстап отырасыздар. Бәрі өзіміздің қолымызда. Егер ақыр ұстамайтын болсам, онда негізі мамандарға бару керек. Сол сіздерге шешіп береді. Бірақ көрінген адамға бармай, дұрыстап қаранып, бірінші сұрастырып, білініп, сосын барып қана бару керек әрине. Өйткені ол өте мұқият, өте күрделі шаруа, оны шешу кем деген адамның қолынан келе бермейді. Сосын ана массаж айтады, мысалы, грижа болғанда массаж істеуге болмайды. Массаж істеуге болмайды. Ол классикалық массаж, слаб сипайтын массаж керек емес деп. Одан пайда жоқ. Грижаны шешпейді ол сұрақ, ол массаж. Ондай шешетін массаждың түрі, йога массаж, мысалы, мен істейтін йога массажда, онда ешқандай слаб сипау ештеме жоқ. Ол жерде тек созу, тарту, бұрау, сондай басу, сондай нелер, әдістер. Сонымен ол кез келген буынға байланысты, соның ішінде бел ауруларына байланысты сұрақтар шешуге болады, қалпына келтіруге. Сондықтан оның бәрін дұрыстап, мұқият қарап істеңіздер. Бірақ негізі әркімнің қолында, егер өзіңе жақсы көріп, өзің өміріңді жақсы көріп, күнделікті өзіңде күтінсең, онда ешқандай да проблем болмайды. Болған күнде де өзің тез арада шешесің. Оңай, тез шешуге болады. Мысалы, мен сол банағы айтқандай каналымды қарап отырсаңыздар, сол жерде біраз сол туралы мағлұматтар бар. Орысша да бар, қазақша да бар. Қайсысына қалай ыңғайлы қарай беріңіздер. Ал осымен болдым, рахмет.